Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Американдық психолог және философ, адам мінез-құлық ғылымының гуманистік ағымына үлес қосқан танымал Авраам Маслоу 1908 және 1970 жылдар аралығында өмір сүрген. Мен ол кісінің өмір баянын қысқаша айтып кетейін. Кішкентай кезінде ол бақытсыз отбасында өмір сүрген. 7 бауырдың біріншісі болды. Ата-анасынан, әсіресе анасынан үлкен теперіш көрді. Күндердің бір күнде Авраам далада кішкентай кезінде, бала кезінде ит мысықтарға әуес болды. Жануарларды өте қатты жақсы көрді. Сөйтті де оларды үйге келіп, анасына көрсетпей, сүт беріп, тамақ беріп, солай асырап жүрді. Анасы жұмыстан келе жатқан кезде бірден оны, яғни жануарларды жасырып, көрпенің астына, төсектің астына тығып солай ұстап жүрген. Оны көріп қойған анасы ашуға қатты булығып, яғни баланың көзінше жануарды қабырғаға ұрып, теуіп, солай үйден қуып шығарды. Бірақ Авраам Маслоу ешқашанда ата-анасына деген өшпенділігі арттырып, немесе мінез-құлығы өзгеріп, ондай күйге ұшыраған жоқ. Ол керісінше американдық танымал психолог, философ адамдардың мінезін, мінез-құлығын зерттеп, осындай өзінің бақытсыз отбасында көрген өмірін өзгелерге сабақ еткізіп, яғни адамның мінез-құлығымен көмектесуге жұмыс жасады. Ендеше түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Авраам Маслоу туралы бүгінгі эфирде бастап отырған себебім, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл өзіңнен гөрі өзгелерді кінәлау. Ұлы ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің бір керемет сөзінде біреудің мінін тергенше, өзімен күрес өлгенше деген үлкен бір керемет сөзі бар емес пе? Негізінде біз өзгелерді кінәлау арқылы өзіміздің өмірімізге өзіміз жауапкершілікпен қарағымыз келмейді. Бізге өзімізден гөрі өзгелерді кінәлау оңайырақ. Өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Әртүрлі адамдармен қақтығысасың, әртүрлі адамдармен жұмыс істеуге тура келеді. Адамдардың мінездері де әртүрлі. Бірақ бізде бір ғана нәрсе бар, жол бар. Ол өзіңді өзгерту. Кейде осындай сөздерді айтқан кезде кейбір адамдар ойлап қалу мүмкін, қалай сонда өзіңді үнемі сен жеңілісте болып, басыңнан сөз асырып, болмаса тағы да жаңағыдай жеңілісте жүре беруің керексің бе, өзіңді екінші планға қойып дегендей сөздер айтып жатады. Бірақ мен бұл жерде айтқым келетіні, яғни әртүрлі адамдармен жұмыс істеуге тура келген кезде, қарым-қатынаста болған кезде, әрине әр адамның өзінің жеке тұлғасы ретінде, жеке тұлға ретінде, өзінің жеке шекарасы ретінде шекарасını анықтап, өзіңе не ұнайды, не ұнамайды, қалай сөйлесу керек, қалай сөйлеспеу керек. Мына осының барлығын, осыны ашып айту сіздердің қолдарыңызда. Үнемі ұнамаған дүниелеріңізді сол сәтте, сол мезетте айту. Ал біз оны жинаймыз, ішімізде тынамыз, қойшы ұят болады, тағы да қалай айтсам болады екен, немесе айтпай қояйын, бір шыдаймыз, екі шыдаймыз, сосын аламызда бір күні атылатын кезіміз болады. Бірақ шын мәнде сөйтемізді, өшімізді өзгелерден алып жатамыз. Бірақ егер біз өзіміздің өмірімізді өзімізге қолымызға алатын болатын болсақ, әрине яғни біз жеке Құдайдың жаратқан пендесі ретінде жеке тұлға қалыптасуға толықтай мүмкіндігіміз бар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты бір мысал айта кетейін. Бір адамның өмірінен мысал алып берейін. Тәжікстан мен Ресей мемлекеті арқылы бір адам жұмыс бабыменен жиі барып жүрген болатын. Осы екі мемлекеттің ортасында жиі жүруге жаңағыдай себептер болды дейді. Сөйтіп, Тәжікстаннан Ресей мемлекетіне бара жатқан кезде жол жөнекей жаңағыдай
менің сөмкемді, багажымды тексерген қаншама жаңа тексерушілер болды дейді. Бір емес, екі емес, 13-ші рет тексерген кезде мен соңында айттым. Яғни багажды өздеріңіз алып шығарып төбеден, өздеріңіз замогын ашып, тексеріп қайтадан орындарыңызға қойыңыздар. Мен қайтадан орыннан тұрып сіздерге көмектесіп жатпаймын деп қатты ашуға булықтым дейді. Тексерушілер жаңағыдай сөмкесін ашып, бүкіл заттарын тексеріп, қайтадан орнына қойды. Сөйтіп жол бойы кетіп бара жатқан кезде әлгі адам ойға батады. Мен не үшін ол адамға қатты айғайлап жібердім, неге мінезімді көрсеттім? Себебі ол адамның жұмысы емес пе? Ол адамның міндеті. Жол жөнекей, жолаушылардың сөмкесінде әртүрлі адамның өміріне қауіп төндіретін заттары бар шығар. Соның барлығын бұлар жаңағыдай тексеріп, бұл олардың міндеттері, бұл олардың жауаптары. Ертең күні тексермеген жағдайда бұлар басынан айырылады, бұлар жаңа жұмысынан айырылып қалады деген сияқты. Сол кезде мен мінезімді тыйдым да, келесі бір солай жаңа тексерушілерге жолыққан кезде сабырлықпен соның барлығын алып шығып көрсетіп, осылай өзімнің мінезімді дұрыстадым дейді. Яғни өзімдегі ұнамайтын дүниелерді мен бақылауға алып, жаңағыдай кез келген ситуацияға, кез келген жағдайға сабырлықпен қарадым деп отыр. Ал енді тағы бір адам жаңағыдай үнемі мен мінезімді, мінез құлығымды көрсете беріп, ұнамаған дүниелерімді көрсете берген кезде менде мынандай жағдай болды деп отыр. Яғни басқа бір адамға ұнамаған дүниелерімді, келсін келмесін айғайлай берем, эмоциямды көрсетем, тағы бір нәрсе деп сондай болған кезде ол адамды сондай-ақ жаңағыдай маған деген қарым-қатынасын көрдім. Ол да сондай тура жауаппенен жауап қайтарды. Сұрақпенен сұрақ жауап беріп, яғни өзінің маған деген көзқарасын осындай жолмен көрсетті. Содан кейін мен үйге барған кезде неге ол адам маған мінезін көрсетті, қандай жағдай болды деген кезде қарап отырсам, мен өзімнің мінез құлығымды, өзімнің болмысымды, адамдармен сөйлеу этикасын мен сақтанбағанмын. Сақтанбағандықтан әрине ол адам өзінің жеке басын сыйлап тұрғаннан кейін, өзінің жеке шекарасы болып тұрғаннан кейін маған да жауаппен жауап қайтарды. Осы нәрсенің барлығы өзгелерге, өзіме де сабақ болды. Кейде біз осындай ситуацияларды, осындай жағдайларды сырттай көрген кезде біз өзімізге де сабақ алуымыз керекпіз. Қаншалықты осы нәрсе дұрыс емес, қаншалықты жерде сен орынды айта білуің керексің, ойыңды ашық айтуың керексің, бірақ бұл жерде біз мәдениеттілікті сақтап отыруымыз керекпіз. Ендеше осы өзіңді кінәлау, өзгелерді кінәлау, өзіңе шаң жуытпау, кейбір адамдардың жанына отырған кезде ол адамдармен сөйлесу мүмкін емес. Неге десеңіздер, үнемі барлық жауапкершілікті ысырып тастап, өзгелерге арттырып қояды. Мына өмірде жолы болмаған адам үнемі өзгелерден кінәні іздейді, балалық шағынан іздейді, ата-анасынан іздейді. Мен бұл жерде ата-анасының ешқандай кінәсі жоқ деп айта алмаймын. Кінә барлық жерде де бар. Бірақ өмірім солай болды екен деп, біз өз өмірімізді үнемі өзгелерге арттырып қою мүмкін емес. Бұл жерде өзіміздің жеке ең бастысы тұлға ретінде өзімізді өзіміз құрдымға жібереміз. Қытайлық мұғалім, философ, саясаткер Конфуций өзінің бір ілімінде, өзінің бір сөзінде былай деп айтқан екен: көршінің шатырынан қарды неге тазаламадың деп айтқанша, өзінің есік алдындағы қарды тазалағаның әлдеқайда дұрысырақ. Немесе киелі жазбаларда да жазылған: өзгенің көзіндегі бөренені алып таста деп айтқаннан гөрі, өзінің көзіндегі бөренені алып тастағаның әлдеқайда дұрысырақ деп. Ендеше құрметті тыңдармандар, жалпы адам баласы өзгелерді кінәлау арқылы жаңағы жауапкершіліктен арылады. Және осыған нәрсе бір мысал айта кетейін. Екі адам жаңағы ресторанның ішіне келді. Сөйтті де даяшыға айтады: бізге 2 кофе алып келіп беріңізші, сүтпен дейді. Сөйтеді де даяшы айтады: сіздерге қантсыз ба, қантпен ба дейді. Сол кезде өзіңіздің талғамыңызға қарай әкеле беріңізші дейді. Сөйтеді жаңағы даяшы, енді бұл мысал ретінде айтып отырмын, сөйтеді кофенің ішіне қанттың орнына басқа бір сондай дәмін
кетіретін сондай бір затты қосып жібереді екен. Сөйтіп жаңағы екі адамның біреуі ішіп жатқан кезде мынау ішіндегісі не деп жаңа даяшыға тапа бас салып ұрса жөнеледі. Сол кезде даяшы айтады: сіз өзіңіз айттыңыз ғой, талғамыңызға қарай өзіңіз жаңадай кофені алып келе беріңіз деп. Сөйтеді, кофенің ішінде майонез болған екен. Сол сияқты адамдар жауапкершілікті ала білу керек. Жауапкершілік ол сенің жұмысыңа деген, ол сенің өзіңнің өміріңе деген. Өзіңнің өміріңе деген ол яғни өзгелерді емес, өзіңді емес, өзгелерді үнемі кінәлай беру. Бұл сенің өміріңе минус алып келеді, өзіңнің өміріңді құрдымға кетіреді. Сол себепті біз адамдарға нақты бір дүниені айтпаған кезде, ұнамаған тұстарымызды айтпаған кезде, адам білмейді ғой біздің ойымызда, санамызда, ішкі жан дүниемізде не болып жатқанын. Сондықтан да біз оларға нақты айтуымыз керекпіз. Нақты информация, нақты мәлімет бермеген кезде, адам оны жаңағыдай өзінің ойы бойынша, өзінің жоспары бойынша, өзінің талғамы бойынша сізге сол затты әкеп береді. Ал біз сол затты көрген кезде көңілімізге ұнамай жатады да, сол адамды кінәлап кетеміз. Неге сен былай жасадың, неге былай жасадың деп. Себебі біз оларға дұрыс, ашық, адекватты адам ретінде өзіміздің ойымызда ашық айтпадық. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламамызда, яғни американдық психолог, философ Авраам Маслоудың балалық шағындағы бақытсыз балалық шағы туралы, анасынан көрген теперіш туралы өмірді айтқан болатынбыз. Енді қараңыздаршы, ұлы философ, адам мінез құлығын зерттеген танымал психолог Авраам Маслоудың өмірінде осындай жағдайлар орын алған кезде, бірақ ол ешкімді де кінәламай, барлығына жаңа өзінің өмірін өзінің қолына алып, адамдарға керісінше көмегін тигізген болатын. Құрметті тыңдармандар, өз өмірімізді өзгелерді кінәламай, кінәні өзімізден іздеп, яғни кез келген дүниеге көзі ашық, көкірегі ояу адам сияқты барымен жан-жақты қарауға тырысайық. Осымен эфиріміз аяқталды. Сіздермен болған Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.